Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз осындай өте дәмді пирожки дайындайтын боламыз. Ол үшін мен видеомды соңына шейін бақылаймыз. Ортасына капуста салып, яғни орам жапырақ салып пісіретін боламыз. Ортасын барлығы толық піседі, шикі болып қалмайды. Видеомды өткізбей соңына шейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін 1 пиала жылы сүтіміз, оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз және 1 пиала жылы суымызды қойып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық құмшекер, сосын сұйық май құямыз. Сұйық май міндетті түрде құю керек. Майонез қосамыз. Майонез қалауларыңызша және ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлық керекті заттарымызды салып болған соң, ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Міндетті түрде електен өткізу керек. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне жұмсақ қылып қолға жабыспайтын етіп қамыр илеп алдық. Енді жарты сағат 40 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Міне 40 минут өтті. Біздің қамырымыз 2 есе көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтерілген. Енді қамырымызды ыдысымыздан алып, видеода көрсетілгендей етіп, майда-майда бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп болған соң, қойып бетін жауып қоямыз. Ішіндегі салмасы дайын болғанша көтеріліп тұрады. Енді пияз бен орам жапырағымызды, яғни капустамызды, табамызды ысытып, үстіне май қойып, майымыз қызған соң, жаңағы капустамыз бен пиязымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Тұзды көп сеппейміз, аз ғана себеміз. Тұз және қара бұрыш сеуіп, жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болған соң, оттың астын өшіріп, суытуға қойып қоямыз. Ішіндегі салмасын дайындап алдық. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе қолмен баса отырып жаятын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, орташа етіп жайып аламыз да ортасына салмамызды салып, пирожкимізді түйеміз. Пирожкиларымызды түйіп болған соң, пісіргенше қойып бетін жауып қоямыз, көтерілгенін күтіп. Пирожкиларымызды түйіп дайындап болдық. Енді майымызды қыздырып, басында қатты қыздырамыз. Сосын пирожкиді салатын уақытта осттың астын жай қойып, пирожкиларымызды салып пісіріп аламыз. Қатты қызып тұрса, пирожкиларымыз ортасы шикі болып, жақсы таза піспей қалады. Жай отта, орташа отта асықпай 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пирожкиларымыз дайын болып шықты, өте дәмді болып шығады. Ортасын барлығы толық піседі, шикі болып қалмайды. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап, өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісіп кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.